Сәлем достар. Бүгін біз математикада қолданылатын сандар және цифрлар. Осы екеуінің ұғымын ажыратуды қарастырамыз. Қалай ажыратамыз? Сандар және цифрларды. Сандар және цифрлар. Көбіміз осы сандар мен цифрларға келген кезде шатасамыз. Енді бұларды біз былай деп ажыратайық. Мысалы, сендер қазақ тілін алатын болсақ, немесе орыс тілі, кез келген бір тілді алатын болсақ, сол тілде бізде сөз бар және әріптер бар. Яғни сандар деген ол сөздер, ал цифрлар деген ол әріптер. Яғни мына сөз ол әріптерден тұрады. Сол сияқты сандар да ол цифрлардан тұрады. Демек, бізде мынандай цифрлар бар. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 деген. Міне, осындай цифрлар бар. Яғни бізде мынау математикадағы сандарды жазатын әріптер. Бұлар бізде цифрлар. Сандарды осы цифрлар арқылы құрастырады. Мысалы, біз қандайда бір 153 деген санды алатын болсақ, ол 1, 5, 3 деген цифрлардан тұрады. Мұндағы 153 деген ол сан. Енді сіздерде мынандай сұрақ туындап жатқан шығар. Сонда 9 деген ол сан ба әлде цифр ма деген? 9 деген бұл, егер есептеуде қолданатын болсаңыздар, бұл бізде сан болады. Қандай цифрдан құралған десе, ол 9-дан құралған деп айтамыз. 9 деген цифрдан құралған деп. 0 ол сан ба әлде цифр ма дейді. 0 дегенде ол цифр ретінде қарастыруға болады, немесе оны сан деп деуге болады. Себебі бұл бір таңбалы болып тұр, Яғни сан ол, мысалы 153 деген сан мына жердегі, ол 1, 5, 3 деген цифрлардан құралған. Цифрлардан құралған. Мына жердегі 9 деген ол 9 деген цифрдан құралған. Мысалы, бізде қазақ тілінде қаратпа сөз дегендер бар ғой, Мысалы, ей, немесе а, о деген сияқты. Тура сол сияқты кейбір әріптердің өздері де сөз болып саналады, Мысалы, орыс тілінде я дейді. Мен дегенді білдіреді, Яғни бір әріп. Тура сол сияқты, егер бір таңбалы сандар болатын болса, ол цифрдың өзі ғана болады екен. Достар, сандар мен цифрлар туралы түсінікті деп ойлаймын.